Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарта, бара жатыр қос қайта. Көрнекті қаламгер Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында туған. Қазақстанның халық жазушысы. Ол әдебиетке өзіндік тың тақырыппен, жаңаша бағыт-бағдармен келген. 20 ғасырдың 60 жылдары қалың оқырманды елең еткізген шығармалардың бірі 1967 жылы жарық көрген «Қаздар қайтып барады» әңгімесі. Шағын шығармада тағдыр талайымен туған жерден жырақта жүрген қазақтардың тыныс тіршілігін, олардың туған жерге жетіп өлсем деген арманын жазушы шебер баяндаған. Басты кейіпкер байтас қарт, жасы 70-ті алқындағанына қарамастан қатерлі жолға аттанады. Дәл осы сезім Қабдеш Жұмаділовтің «Қаздар қайтып барады» шығармасында кезінде бір атын өкіметке қимай тұрған, өлкесін тастап, отбасымен шекара асып кеткен шалдың 40 жылдан кейін өз еліне оралуына дәм болады. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел